وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليكم أنذرتكم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Turan salat munasrana tamamlanan salatlar. Jami peygamberlerin nasip peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşahede. La ilahe illallah Muhammed Resul bizimle yaşamakla müşahede. Tukubabamızın bağrından taranan bağırla marhum olan matabalarımızın analarının müşahede başladı. Uşunda kordan kurama hürmet koyduğun her kayısımızdan, ortasımızdan, örgütümüzden ümit etken ülke güçlü kavimler vatanı müşahede başladı. Allah Teala jatkan yerden cennete toprağın torba altın jatlasın kim olurdu sorayımız. Eğer kilidi bilmesiyle kınalar olsa kişileri göreceğimiz ötüyoruz. Yapmıyoruz Allah Teala. Yerimizge çeşitli vatvatarımızga birlikte birlik olacağımızga avroyamadık. Böyle Yekudur inşallah Teala. Mına tukubağlarımızın ortasına birlikte bakıp beri ağız başının beri birliklerin beri yekudur inşallah Teala. Bir özünün rahmına ümit edip tileklerimize halk muratlarımıza asıl ediyor. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetike berekatülen Allahu akbar. Kulmağam bir tağa. Mına жерге қойыңыз. Kadağım onu jönderip bağalaydın. 30 gün olanıdır boyunda da 40 kılıyor kıdakaramayın. Kada veren. Bir ata onların batılıqlı kol koşumetin ayamaydın. Tüpü ata ortağı astığa kalan edin. Kıbrıs'ta bağlıların tüpü ata ortağı. Bugün mine Zloda kalasında bir atadan taragan tüke ırpak ağaylar bas koşup otur. Kuanışımız koynumuzga sıymayıp bazılarımız kuanıp oturmuzdan yine. Endigi alғашқы сөзді бермеспін ортаға мен Құлмағамбет ағамды шақырғым келеді. Құлмағамбет аға. Кеше осы бүгінгі жиынымызды өтпес бұрын үлкендер жиналып кеңес құруға болатын. Кеңесте осы Қызылорда қаласында Құлмағамбет ағамызды Қызылорда қаласында ағайындарды төраға етіп қабылданды. Үлкендердің шешіммен Құлмағамбет ағам Қызылорда қаласында ағайындардың төрағасы етіп қабылдады. Жылқысында жылқысы бар қазаға көру бөлек жігіт
бар азаматтар біледі. Қызылорда облысында Құлмағамбет ағамның орны бір бөлек деп алғашқы сөзді Құлмағамбет ағама жеткізді. Ассалаумағалейкум, қымбатты бауырлар. Мынау Қызылорда қаласына ал енді бұл отырыстың жалпы мынау шиелінің айларында Егіздар өкіліміздің баласы Мұхамеджан ініміз осы жылдың 16 февралында бүкіл түрлердің балаларын, кісілерін шақырып, осындай бастаңғы көтерді. Сол бастаңғының мақсаты мынау қазіргі біздің поколение 10-15 жыл кетсе, осы күймен кете берсе, келешек ұрпақтар мына балалар бірін-бірін танымай кетеді. Осындай бастаңғы көтеріп, өзі үйіне шақырып, қаншама ағайынның басын қосып, содан кейін 3 айда жолығатын болып, тұрған мәмлеге келген. Одан кейін мынау ортамыздағы Қазыбек ініміз, мынау Кентауда жалғыз түгі, сол жалғыздығына қарамай, бала болса да даналық жасап, өзі Кентауға шақырып, бәрі күлердің басын қосты. Ол жерде бұдан да көп халық жиналды. Bir şeyde Merke'den geldi, bir şeyde Özbekistan'dan geldi, Çimkent'ten, Қызылордадан, жалпы Шиелі өңірінен, Жаңақорғаннан қаншама ағайындар бар, бас қосты. Ал енді одан кейінгі эстафетаны мынау Жаңақорғандықтар, Шунақаталдағы бауырларымыз алды. Олардың бірінші қыркүйек күні барып, сол жерде бас қосып, мынау эстафетаны бізге берген болатын, қызылордалықтарға. Міне осының нәтижесі бүгін үлкендеріміз бар, кішілеріміз бар, осы жерде бас қосып отырмыз. Ағайын, мен бұл бас қосудың басты міндеті жастарды, мынау балаларымызды бір-бірімен таныстырып кету. Келешек ұрпақ осы біздің бір атадан тарағанымызды біліп, туысқан екенін біліп, әрі қарай біздің ізімізді жалғастыру керек. Сондықтан жасалынып жатқан іс-шара, мынау келгендерімізге көп-көп рахметімді айтамын. Осы арадағы менің інілерім бар, ағаларым бар, осы іс-шараға атсалысқан барлық келіндерім бар. Соларға Алланың нұры жаусын дегім келеді. Енді ұзын сөздің қысқасы, burada тағы бір мәселе бар. Келешек ұрпақ өркендеу үшін, өсу үшін біз ортамыздан қор ашқанда болатынбыз. Міне сол қордың нәтижесін қазір жиналыс барысында айтыла жатады. Просто мен ескерте кеткім келіп отыр. Соған бір ауыздан бәрін қосылайық ағайын. Бірігей қор құрайық, жұрттарда қор құрып жатыр, қаншама іс-шара жүргізіп жатыр. Ол туралы қазір ретке келген кезде айтылады. Мен айтарым, соған атсалысайық, бір адамдай. Ал жалғасын таба берсін. Енді эстафетаны мен осы қызылордалықтардың атынан Шиеліден келген ағайындарға берілмей отыр. Келесі уақыт olur, Шиелі болуға. Бәрекелді, ынтымақ жарасқан елдің берекелі тірлігі болады деген. Әрине, Қызылорда қаласынан Шиелі ауданына өзіміздің
simbol. Bu yerda o'tkazilgan arnayı tüyün algan bo'lamiz. Tüyün o'yinida Қазақ xalqining ko'shib boshlagan. Ko'shimizda har qachon o'shanday ağalarimizning ko'zi bor keze, keyingi yosh ұрпақтар biz ынтымақ бірлігімізді арттырып, өз еліміздің өркендеп өсуіне ықпал жасауымыз керек. Мына осы 3 ай сайын басқосу эстафеталық сыйлықты бұл жерде кеуден бөлек ортасында асып бейнеленген. Асып бұл біздің әрқашан төл ұрпағы ата-бабаларының әрқашан асыл орнан болсын деген ниетте арнайы жасалынған. Және де астында Найман руы, бағаналы Найман руы жалпы Қаптағай құттардың белгісі бақан көрсетілген. Және де өзіміздің аспап қолымыз көрсетілген. Осының барлығы бір бейнесі тұжырымдалып айқындалып отыр. Енді бұл эстафетаны Шилі ауданынан алып отырмыз. Құтты болсын. Келесі мына құлақтарыңыз әнге, қолдарыңыз дәмді болсын деген ниетте ортаға Дәулет ағамызды шақырғым келеді. Жақсы ортадан кермей болсын. Ұстаз деген уа шіркін атылғандай, балаға пейілің кең тілек болдай. Сіздерден берелері мыңның шәкірт, ұшады мыңның шәкірт қарлығаштай дегендей. Ұлағатты ұстаз, қазақ әдебиетінің пән мұғалімі келмеші Дәулет ағамызды ортаға шақырамыз. Жақсылап қолырмасаңызда келмейді дейді. Қалеге қолырмасаңызда. Құрметті ағайын, мына сіздерге қарап отырып шешіліп отыр, ойдарынан қыздары, қуанымен тұрдары, қуанып тұрып отырмын, аман сау басты қосынан қарап, ағайынның еліміздің басты қосынан шайды, тұрмағын бетмен адамын айтады. Бекпен бір-бірімен болсақтатып, қарымын тапқайсындар ешкімлердің. Жемейді біріккенді бөлітеген, бұрынғы қариядан адамдар дейді. Солайғыларына жастардың ынтымағын ойнаған елдің аралары сіздерге мұндай бір рахмет, мұндай шақырдас кеткен келген, бері алдайтын, мұндай бір қара айтыс емеспіз дегенмен де осы жігіттердің көңіл күймеңізге жағдайымызда. Ал енді мен өзі қармақшының келе-деген әлеуметтік ұрпағын, ал енді мына сіздердің осы бастамаларыңыз өздеріңізге де үзіп осы дейін жақсылықта етесіз. Көңілді қойдық мұзырып, көңілді
kaldım Allah'ın söz sarmağın kızına söz beylerin söylediğini kırıldım kızına varımını kadar yetmişim yettimden dersiz kızını kaldıdan mı kalbimde aymanlarına gelmeyip canlı olmayı kalmadan tarafta ardan benim kanlarının koyun karnardı kendini yaşına kandalsın karnı saymasayı kızım kılımı kandırma neyleyken Келесі ортаға Тықы ата ұрпағы күріш басшымыз Шиелі ауданынан ортаға Қабеш ағамыз шақырды. Онымен бірге өзіміздің бауырымыз Шиелі ауданының мәслихат депутаты ұлттық рухымызды рухани жаңғыру мақсатында оқытып жүрген осындай бір ата балдарының басын қосуға ұйқы болып жүрген Салқынбаев Мұхамеджан Бекмырзаұлын және өздеріңіздер білесіздер қор жиналып жатыр. Ақша жүрген жері әрине қиын. Осы барша қаржының басын жауапты болып жүрген Жұмабек Базарбек ағамды ортаға шақырғым келеді. Қошемет көрсетіңіздер. Яғни 2019 жылғы бір ата балаларының басы қосылып, өзінің әрбір өткен іс-шараны қорытындылап, келесі жылға бағдарлама ой бөлісу мақсатында ел ағалары, ел қайраткері бауырларыма сөз кезегін келеді. Құрметті ағайындар, Махмет бауырымыз айтып кетті ғой. Осы істі былтыр бастауын алған. Енді Қазақстан тек айтақ республика ғой. 300-ден тұратын бірез ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Оның барлығы әр рудан құралады. Сөйтіп мемлекет болып отыр. Бірақ біздің мынау жиынымыз, басты мақсатымыз мынау ұрпақты қосу, ұрпақты тәрбиелеу, бір-бірін ұмытпау, туысқан бауыр болып, өзі атсалысып соған бәріміз ішімізде үлкенімізге дейін. Қандай қиыншылық болсын, жақсылық болсын, бірге басымызды болсын, бірге жұмылып, жүктің бәрін бірге көтерейік деген мақсатпен құрып отырмыз. Басқа мақсатымыз жоқ біздің. Сондықтан да ағайындар, осы жұмысқа біз енді барлықтарымызды бір-бірдей атсалысуға, ынтымағымыз бірге болуға, бірлігіміз бірден асуға, бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп, әлпештеп, әрмандай жақсы ұрпақты тәрбиелеуге жұмсасақ деген мақсат бағдарымыз бар. Соған сіздердің барлықтарыңызды келісіп отырған Қызылорда қаласының негізінен осы бүкіл ұрпағының азаматтары бұраға ол елден келіп отыр, Сулағатадан келіп отыр, Жаңақорғаннан. Сосын жағынан жаққа Кесаудан келіп отыр. Бүкіл ұрпағы кең жайылған ұрпақ қой. Шымкенттіктер келемей қалды тіптіліктерімен. Меркеде ағайындарымыз олар келемей қалды. Алматыда олар бірақ ел бар, үй бар. Олар келемей қалды, бірақ әлемдерін жолдап жатыр. Кеше телефонмен айтып, осы ағайындарға жеткізіңдер. Біз сіздермен біргеміз. Әр уақытта да бөлінбейміз, бірге жүреміз. Қандай нәрсе болса да бірге атқаруға атсалысамыз деп, сәлемдерін жолдады, мойнында қалмады, сіздерге жеткізіп жатыр солар. Сондықтан да ағайындар, мынау арамызда үлкен ақсақалдарымыз отыр, мына апаларымыз отыр, кекелеріміз отыр мынарда. Осы кісілердің өткен жолы бізге үлгі, бізге бағдар береді. Сондықтан да бұл кісілердің өткен жолы біз әрмен қарай жалғастырып,
келесі ұрпаққа тапсырып, ол келесі әрмен қарай жалғастырып, өшпейтіндей бір із қалдыру біздің мақсатымыз. Осы мақсатқа біз жетуіміз керек ағайындар. Ол мақсатты жету оңай нәрсе емес. Bir жыл болды, осы жұмыспен айналысып келе жатырмыз. Оңайға түсіп жатқан жоқ, қиыншылыққа түсіп жатыр. Біреуі мақұлдайды, біреуі үндемей қалады, біреуі теріс қарап жатыр. Оның бәрін көріп отырмыз. Бірақ біз алған мақсатымыздан енді қайтпаймыз. Осы түпкілікке нәтиже жеткенше біз қол құрысып отырмаймыз. Бұл ағайындар бар. Бірлесіп сіздерге соған атсалысады деп отырмыз. Інілеріміз бар, біз шақырылып жүрген. Сол мақсатта біз әр уақытта бірге берейік ағайындар. Көп айтатын ештеңесі жоқ. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Ынтымағымыз мол болса, ешкім бізді ала алмайды. Жақсы болып жүреміз. Біз енді бұл мақсаттың барлығы қордың мақсаты. Қорға қор бар. Қорға да атсалысуымыз керек. Ағайындар айтады, Базекең қордың төрағасы осы жинап жатқан ақшаның барлығы. Сол қор арқылы біз енді өзіміздің іс-шарамызды әрмен қарай алып келдік. Тірлігімізді жақсарттық. Ақша егер жиналып жатса, үлкен мақсаттарымыз бар, балдарымызды өсірейік. Басқа да тірліктеріміз жасайық, соларға көмектесейік деген мақсаттағы көп істер, ойлар бар. Оның бәрі алдағы құдалықта жүзеге асады деп ойлаймыз. Ойламаңыздар, біз ақша берді, ол қайда кетті, қайда жұмсалып жатыр. Біз оны білмейміз деп. Біз ондайға жол бермейміз. Біз ондайға жол бермейміз. Şu уақытта да міне Базекең сол қордың төрағасы ай сайын отчет беріп отыр. Қанша жиналды, қайға кетті, сіздердің жаңа өздеріңіздің чат ашып қойып қойдық. Аймақ ұрпағы деген чатымыз бар. Егер мүмкіндік болса, жастар жағын сіздерге айтып отыр. Шамал бір минут бірақ тұрыңыздар, тамақ ішеріңіздер өтіп. Осы чатқа кіріңіздер сіздер. Міне, егесі мынау қазбегеніміз. Чатқа кірсеңіздер, сонда не істеліп жатыр, не қойылып жатыр, не істеуіміз керек деген ақыл пікірлер соның ішінде жатыр. Соған сіздерде өз үлестеріңізді қосып, не істеліп жатқанын сіздер соларды біліп отырсыздар. Ойларыңызды жеткізіп, осыған салуларыңызға болады. Мен сіздерді соған шақырамын. Иә, ол чаттың барлығы төрге жақсылық нәрсеге арналу керек. Оны көріп жатырмыз, кейде чатқа дұрыс емес сөздер жазылып кетіп жатыр. Дұрыс емес суреттер салып кетіп жатыр. Ол орнына арналмаған ағайындар. Ол өзімізге арналған ұйымдастыруға, ынтымаққа, бірлікке, шақыруға, жақсылыққа шақыруға, керек тақаларымызды жеткізуге арналған шарт. Сондықтан да басқа нәрсе айтып, оған басқа нәрсе дегенін біреудің егер салуды тоғарыңыздар, ондай болмайды, ұят болады. Сондықтан да барлықтарыңызға ойларың естеріңізде болсын. Осы сіздерге шақырамын. Өйткені мені осы Қызылорда облысындағы Наймандықты ұрпағының президенті қылып сайлады кеше. Ағайындар. Кеше де былтыр да сайлаған, бірақ мен айтып едім, биыл тағы бір ағайындар болсын. Жоқ, сіз өзіңіз басқара беріңіз, өзіңіз атқарыңыз деп. Сондықтан да менің айтқанымды сіздерге тыңдауларыңыз керек. Қызылордадағы басшы жаңа Құлмағанбет сайлады. Құлмағанбеттің айтқанын сіздер 100% орындауымыз керек. Жоқ деген сөз, жоқ болмау керек. Онда жоқ деп айтқан жер үндемей тоқып қалды. Бар деп осы кісіні қолдасаңыздар, Қызылорда жаман болмайды, жақсы болады. Ана Түркістан облысында біз мына Қазбегенімізді сайлағанбыз. Сояқтағы басшы деп. Ол келіп отыр. Шымкент облысында Дырымбай деген ағамыз бар, ол бар. Ол сәлем айтып жатыр. Ана Мерке қаласында халық деген ағамыз бар. Ол сәлем айтып жатыр. Қалада жаңағы кім Қыдырды айтқанбыз, Алматы қаласында. Қыдыр ағамыз. Ол да сәлем айтып жатыр. Осы кісілердің барлығы біз сайлап алып, оң жағымызды, сол жағымызды ақылдасып, солармен шешетін боламыз бәрі. Ол бір адамның пікірінен болмайды. Сондықтан да мынау оң жағындағы Мұхамеджаннан менің оң қолым, сол жағындағы Базекең сол қолым. Міне, осындай структура құрдық. Осыған сіздер енді бағынуға шақырамыз сіздерді. Тыңдауға шақырамыз. Біз жаман жаққа ұрмаймыз, только жақсылыққа ұрып жатырмыз. Осы өзіміз отырған Наймандықты ұрпағының балдары, ұлдары, қыздары өсіп, өркендесін, бірінің ынтымағында болсын.
жақсылықта болсын, үлкен дәрежеге іздейді. Жұрттың бәрі ұйымдастырып жатыр ғой, көріп жатсыздар жан-жағында. Біз де қалмайық, солардың алдында жүрейік деген іспен осындай істі құрдық. Осыны сіздер қолдауларыңызды шақырамын ағайындар. Қолдаңыздар, бірге болайық. Енді мынау істелген жұмыс істелді. 19 жылы енді алдағы қандай жоспарымыз бар? Тірлік қалай болады? Соны енді мынау үкіметтердің жоқ, сордың егесі отчетін берсін, не болды, не қойғанын сіздер естіңіздер. Қанша ақша жиналғанын, оның қанша шығынды жұмсалғанын, қанша қалдығы бар, бір айтып өтсін, содан кейін тағылар үшін береді. Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бұл ең алдымен ғана сөйлейміз, ақшаның қаяққа кеткенін қайда жиналғанын. Бұл қор осы жылдың басынан бастап құрылды, осы ағайындардың келісімімен. Әр отбасына 20 мыңнан бір жылға. Енді отбасы деп қалай айтамыз? Отбасы деп, мысалы, семьяда үлкен кісі болып, қасында балалары болса, ол сол отбасына болады, бір отбасы болады. Ал ол баласы бөлек шығып кетсе, ол бөлек бір отбасы болады. Бір үйдің бөлек шығып кетсе. Түсіндіңіздер ғой, енді осы жерде мен айтатын, өзі біз біраз отбасы бармыз ғой, бірақ 82 отбасы осы фондқа ақша беріп отыр қазір. Кейбіреуі толық, кейбіреуі толық емес. Бұл 20 мыңнан деп айттым ғой, әр отбасына бір жылға. Биылғы қорымызды бір ағай қалды, енді соған 82 адам берді. Биылғы жиналғаны 1.500.000 ақша. Жұмсалғаны 1 миллионнан асады. Қалдығы 500 мыңға жетті қалғаны қазір, қалдық тұрғаны. Қаяға жұмсалды дейсіздер ғой енді. Мынау Кентауда жаңағы іс-шара болды, оған 62 мың жұмсалды. Мұхамеджан Қаратаев атындағы мектептің музейінен бюстін салуға 750 мыңдай ақша жұмсалды. Сосын мынау Шиеліге Судағатыда бір ініміздің отбасында бір қиыншылық жағдай болған екен, соған 200 мың аударды. Оған аудармаса туған өзі соған ағайындар келісті, соған жұмсалды. Ал енді бұл ақша қалай жұмсалады дейсіз ғой? Бұл ақша сіздердің келісімдеріңізде жиналады. Мынау шартқа жазамыз, сіздер келісімдеріңізді бересіздер, сол арқылы жұмсалады. Енді ары қарай мынау қаяққа жұмсалатынын, не қоятынын Мұхамеджан ініміз айтады қазір. Жалпы менің айтатын жаңа қабдешін айтып кетті ғой, төрағамыз. Мынау қаяққа жұмсалатынын, қалай болатынын, енді түгел осы бір адамдай бәріміз осы фондға ақша жинауға, бір адамдай жаңағы ұйымдасуға атсалысайық ағайындар. Осы әсіресе мынау жастар жағы ғой енді осы көтеретін. Ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Жалпы отбасынан бастап біздер әрқайсымыздың районымызда отбасымызда аламыз күресіміз. Бұрындар ақыларында айтылды, аз ғана түкір сағымыз деп. Қазір құдайға шүкір саналы, саналы табыс келе жатырмыз. Мынау қазір біз 5-те 1 шығармыз енді Қазақстанның Астанадан, Ақтаудан, Алматыдан, Өзбекстаннан жинайтын болсақ, Алла көрсетілмасын. Мынау сабақтастығы ұрпағымен жасаса, көп жаса деген аталарымыздың бәтесі осы шығады ойлаймын. Өйткені бәріміздің әлемді отырғанымыз, еліміздің тиштығы ағайынның бірлігінде өзіміздің тілімізде ғой. Сондықтан мұндағы рахмет жастарға. Бұл мақсат бұл жерде тамақ ішіп, болмаса жаңа әр тұрда кету емес, бұл жерде мақсат жастар, біздер бір-біріне тану, атамыздан қалған, бабамыздан қалған саламызды сақтап қалу. Мынау шашты деген ағайындар 400 жыл қылалыстырған, тағы 300 жылға олар шарттасып, қауымдастырып, біз де сондай болуымыз керек. Біз сол өзіміздің қанымыздың тазалығын, тәрбиеміздің тазалығын, жанымыздың тазалығын балалардың аманаттап қалып өтуін міндетіміз ағайындар.
біздің басты ұсынғанымыз барлығы осы іс-шараның аясында жүріп жатыр. Сондықтан мына Құлағандағыға тапсырма беріледі. Мына 2019 жылға неден басталды, қандай іс-шаралар бар, қандай ұсыныстар бар, қандай талаптар бар, соны және бір саралап ағайын ортасына тастау. Бұл ұсыныс. Бұның үстіне халықтың қосылатын алатындарымыз осы айтыңыздар. Осы жерде бәрі шешім алайық. Сондықтан мен кішкене мынау 2019 жылғы істелген іс-шараларды бір саралап өтейін. Құлақ салып тыңдаңыздар. Құрметті ағайындар, 24 қараша 2019 жылы Қызылордалық балалар ұйымдастырудың кезекті басталды. Бұл бастама бұдан біраз уақыт бұрын бастау алған. Бірақ жалғасын таппай келе жатқан келелі мәселелердің бірі және бірегейі еді. 16 февраль 2019 жылы алғашқы бас қосып Шүлен ауданы Гигант елді мекенінде мені шаңырақ ұйымдастырылды. Бас қосудың мақсаты бүкіл халықтың басын қосып бірлікке Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі және шетте жүрген бауырларымыз ортаға шақырып танысу, атамыз түгілен тараған іргек ұрпақ сабақтастығын жалғастыру болатын. Сол жерде біраз атқарылатын шаруаларға тоқталып бағдарлама түзілді. Бүгінде 2019 жылға алға қойған мақсаттар толық орындалды деп айтуға болады. Ең маңыздысы біз бауырларымыздың басын біріктіре алдық. Бүгінгі сенім, ертеңгі үміт, болашаққа мың қадам жасап ата ұрпақ екенімізді көрсеттік. Бүгін сол ағайынның басын қосып ұрпақ сабақтастығын ата өсиетін ары жалғастырушы бүкіл ұрпағының келелі де кезекті жиынына қош келдіңіздер. Енді атқарылған шаруа тоқтала өтсек. Бірінші, ағайынның басын біріктіре алдық. Ағайынның ортасынан аймағынан тарайтын бүкіл бағатты чат құрылды. Бұл жақта бүгінгі 116 серия азамат қазір мүше, ағай тобына 82 ғана кісі қатысалысты. Бұл сөз 16 адам қатысалысында біраз уақыт қалып жатыр. Сондықтан өтініш чатқа бәрін қосылайық. Чатқа қосылғанда аузына егетпей жазаламай үлкенді дәйін отырып кішкене былай бақылап алайық. Сосын біріншіден біраз байқап жүрміз. Жоқ, балдар кішкене болып шайтылып түсіп, не жазған білген ұрады кездері болған. Өзім 20 сөз көрсеміз, көрінбей кеткен ағайындар да болған. Сондықтан әрбір адам азаматтың ғой, еркектің тұлғасын еркекке өлеміз, айтты айтқан сөзден қол жүріп. Болмаса жоқ қол жүріп, болмаса жоқ қол жүріп. Қолдан келген сөзді қоя салу керек. Үшінші, бауырлардың бастамасымен бүкіл ана қорық құрдық. Кезекті бауырлардың бас қосу кестесі түзілді. 15-ші июль 2009 жылы Қамбар Қазбек Мырзағалиұлының ұйымдастыруымен Кентау қаласы Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы, Кентау Кентас экологиялық топтағы тау бөктерінде Өзбекстан, Ерке, Шымкент, Қызылорда, Шиелі мен Жаңақорған ауданынан 100-ге тарта түкпір ұрпағымыз басын қосып рухани жаңғыру бағытындағы жоспарлар насихатталып, олардың ынтымақ түрлерін арттыру жайлы келелі ойлар ортаға салынды. Ағайындардың алда қойған жоспарларының бірі Жаңақорған ауданында академик, халық жазушысы Мұхамеджан Қожашбаев Қаратаев атамыздың білім алып оқыған нөмірі 20-ші мектебін рухани жаңғыру аясында қамқорлыққа алып, ондағы өзегі заман талабына сай күрделі жөндеуден өткізіп, алдына Қаратаевтың бюсті орнатып, бірінші қыркүйек білім күні ашу салтанаты өткізілді. жылдың 1 қыркүйекте Жаңақорған ауданы Сулағаты ауылы мен Еңбек ауылындағы бауырларды ұйымдастыруымен Шиелі ауданы Батқан мейрамханасында бүкіл ұрпағын және осы шараға атсалысқан кісілердің басын қосып аталған рухына арнап ас берілді. Бүгінгі күнге дейін қорға барлығы 1.485.000 теңге жиналып, осы іс-шараларға жұмсалды. Оның жұмсалғаны 1.400.000, қалғаны 481.000 теңге. Қолда тұр бұл. 9-шы, Сулағаты ауылындағы Жұмабек ағамыздың отбасы жағдайының қажеттілігіне байланысты ағайындар қолдан бөлек ақшалай көмек қолын созып, қолдан 200 теңге бөлінді. Оның өздері күресті.
Onuncu, bарлық іс-шара видео tasvirlарға түсіріліп, елді мекендерге ағайынға таратып берілді. 10-шы, біржүлік балалардың бас қосуын қорқынышты ретінде жолдарын дайындады деп жиырма кейін берілуі осы қазір оның дайындарын кеңесіп отырып, екеуміз осы өңіріште айтып шықтық. Жалпы бүкіл дайындау жұмысын шапқыларға осы дайындаған мен қазіргі заманда рахмет. Енді 2020 жылға ортаға салған ұсыныстарын көзайтуға болады. Бірінші, өздеріңіз білесіздер, біз кіммен танымамыз, бірінші біз қазақ елімен танымамыз, екінші тұқы ата ұрпағымен танымамыз, үшінші өзіміздің бәріміз асқақтауымыз, академик Қалжарысы құрылыста қатайымызды саламыз. Бір жерге барсақ Найманбыз дейміз, Найманнан кейін Ақтаубыз дейміз, Ақтаубыз қайсысы түкіліміз дейміз, түкілек бұдан бізде Қартайып бар дейміз, оны өздеріңіз білесіздер, басқасын танымайды. Біздің мақтанышымыз, сол мақтанышын академик Мұхамеджан Қартаевтың 110 жыл мерекесін Шері ауданының көлемінде атап өту. Екінші, осы іс-шараны ауданның әкімдік іс-шараларына енгізу. Іс-шара өткізу аудандық 600 мерекесі бағдарламасына енгізу. Төртінші, Қаратаевтың даладағы даму атты қайта басып шығару. Бесінші, Қаратаев жайлы мақаланы республикалық аудан көлемді газеттерде басып шығаруды ұйымдастыру. Алтыншы, жерде қонақтар мен ағайындардың мерекелік ас қойуды ұйымдастыру. Жетінші, балалар басты қазынамыз аясында балалар бейітін қоршау. Сегізінші, балалардың мәңгі есте қалдыру, келешек ұрпаққа аманаттау іс-шараларын ұйымдастырып, Қызылорда жазған тас жолдарды ескерткіш белгі орнату. Қазір мынау ұсыныс мынау тұр. Сіздер осыған болады. Қабылдауды өсіп тұрарымыздың осы берген Алла бұйыртса 2020 жылы орнату алдағы күн жоспарымызда тұр. Мына тарихтан өздеріңіз қабылдарыңыз бар. Найман атамыздың белгісі ұранымыз қаптағай белгіміз Бақан сонына Бақанға келтіріп Найман екеуміз көрсетіп, ана жерде Түкілоба деп жазып, сонда үлкен бір биіктігі 400 метр монумент орнатқымыз бар белгіміз. 2020 жылға бауырлар бас қосуын күн несін белгілеу. Әр 90 сайын, жаңа кісілер айтып жарты сайын деп, бір сайын деп. Біз алдықты, Алла қаласа біз сол апрель айына келіп шығамыз. Сонан кейін сол дұрыс үзбей қояйық. Өйткені жылына бір елге грамота келеді. Бір ауылға жалпы бір елге грамота келеді. Жылына осы сотта бас қосып қояйық, енді осылай басқа жерде осылай соттан осыны ұсыныс бұл. Оныншы, осы іс-шараға жауапты кісілерді нақтылау және жоғарыда көрсетілген іс-шаралардың атқарған уақытын белгілеу. Жаңағы Мұхамеджан Қартаевқа байланысты іс-шаралардың бәрін ұйымдастыру, аудандық мәдениет бөліміне енгізуді, іс-шараға енгізуді біз қандай жағдайда қолымызға аламыз. Бұл жерде мына белгілі қазір мынау проектісте дайын, сметасын шығарып қойған. Енді осы мен қолдамам, осыған сізге көмектесіңдер, мен осыған жүгіремін, азаматтарға Қызылордадан белгілі бір километрға. Біз жерден келіп оны істей алмаймыз. Егер жоқ, біз Қызылорда істемейміз деп, сұрағатарға ағайындатып істейміз оны. Сол істелу керек. Бірақ осы жақта керемет нақты жас азаматтарды көріп отырмын. Сондықтан бір аптамыз кішкене уақыт бөлсек, әйтеуір ақша бар, өзбек деп табылады, тек қана шартты айтып азамат керек. Бір азаматтар деп осыны жаңа. Сондықтан мына мені бітірейін, жолдың бойымен кетіп бара жатсаңдар, шетке кетіп бара жатсаң, бүгін пышақ ағайынның беріп тұр. Одан шыға берсең айтқанда арын ағайынатып тұр. Мен бұлардың бөлінен жүрсін барлығы тұр. Мына балас ағайынатып көріп жатсыздар. Тартабайға барсаң, тұяқты ағайынатып, біз неге істемейміз? Істеуіміз керек. Қолымыздан келеді, соған мен өтініш. Мына километрға өсіп, мына жастарды жақтаймыз ғой. Дәл осында біреуді белгілейік, үлкен белгілемеңіздер. Ең үлкен қапесті болсын, төмен жастар белгілі болсын. Сонда сіз басшылығын көріп, қошылығын әкелін ақтарайық. Бір екі проект шықты, біреуі қазана агрессия түскен, оның құны примерно 2 миллиондай болады екен. Біреуі Ракускіде, өтіндегі 600 мен 700 мың арасында. Оны енді
тағы да келісе жатып шешеміз, онда мына қорғай жағынан ақша бер бастады. Өйткені қымбат дүние құнды болады. Осы аталған іс-шараға қойылған қаржы бөлу. 12-ші, оқиға ашылып, ағайыннан көмек қолын созуға өзі шаққан ағайындарға көмектесіп қойған қаржат бөлу. 13-ші, қойған қаржыдан бүкіл ұрпағынан дарынды балалар сынып жатса көмектесу. Өйткені талантты, бүгінгі талантты ойын ертеңгі біздің болашағымыз. Енді талантты ағайындар. Көмек сұраған бауырымыз міндетті түрде қорға ақша аударған болуы шарт. Қолдайсыздар ғой? Соған бөліп келесі шығар. Өйткені қор деген мысалы үшін бізді қорғау үшін, өзіміз мысалы кез келген жақты алданған келді ғой. Сондықтан қорға біз ақша салсақ, әйтеуір бір көмек тиетінін біз білеміз. Сондықтан міндетті түрде қорға ақша аудару керек. Екінші, талапкер бола міндетті түрде бүкіл ұрпағы жеті атасын, ана тілін, ата жолын ардақтайтын жеткіншек болуы керек. Және де ағалар алқасын сынағынан өтіп батасын алу шарт. Үшінші, барлық қаржы президенттің және оның көмекшілерінің ақсақалдардың шешімімен бөлінуі керек. Сондықтан тағы бір өтініш, мына чатта жатып аламызда жаңағы анаға мынау бөлінсін, мынаға мынау бөлінсін деп өз қорға бірден аудармаған бөлініп жазып жатыр. Әсіресе мына жастар жағы бар, ағайындар бар, ағалар бар, президентіміз бар, басшыларымыз бар. Сол ойлама ой жасаған кезде осы кісілер айтсын қорытынды ойын. Біз ұсыныстар түсуі мүмкін, бірақ шешімін біз айтпай қояйық, шешімін айтатын ағайындар айту керек. Ана абай атамыз айтқан, басына би болған көкші иқын мінекей бүлдірді ғой еліміз иқын деп. Сондықтан басымызға тартпайық. Біз мына ағаларды басшылық сайлап алдық та, біз тек қана қосшылар болмай ағайындар. Осы осы аяқты тіреп тұрып, әр елді беген ағалары Марат, Тұрағадан, Мұхаммедтаға, шерді біздер осыны тиге олай жастарға. Төртінші, чатқа орға қатысушы мағынасыз дүниелерді салу қатар кейін салынады. Арнайы видео, аудио хабарлама тағы басқалады. Қазір егер осындай чатқа түскен дүниелер болатын болса, оны бірді ұлайтып, соңғы чаттан шығармай салу керек. Бесінші, 2026 жылы қорға жинау жарнасын 20 мың теңге көлемінде қалдыру. Бұл ұсыныстар, талаптар, егер қосып Аллахымыз болса, қазір микрофон болса, осы жерде көп жинағанбыз. Мынау бәріміздің бас қосып келгендерімізге мыңдар рахмет. Мен өздеріңіз білесіздер ғой, 5 мыңнан бастап, 1000-нан да бастап 20 мыңға дейін төлеген ағайындар бар. Бүгінде қазақтың қалтасына салып беруді шығарады, Алла берді. Сондықтан мынау, бұған дейін қорғамыз күштеп ақша жинатса, бұдан кейін маған дейін бюджетіміз керек. Мен қорға ақша бере алмай қалдым ғой. Мен осы қалып қойдым ғой деген. Бүгін мына жиналысқа келмеген бір ағаларымыз біз жиналысқа барған жоқпыз деп марқайып жатса, ертең осы ұялатындай жағдайға келтіруіміз керек. Бұған келтіретін істермен біздер. Егер біз бірлігіміз асып, тірлігіміз асып, ол ел көріп жатса, ел сыншы ағайындық көріп жатса, сол кезде олар келмеген де олар. Келмеген үшін бізде кешірім сұрайтын болады. Сондықтан осындай дәрежеге құлағымыз келесі біз жетуіміз керек. Жетеміз де. Жаңа айтып отырмыз ғой, біздің үйге 45 адам жиналған, қарап отырмыз, 100 ағайын жиналып отыр. Аллаға мындай отырып, келесі отырмыз, бұдан өтіп, рахмет, жақсы балалар әкелсін, осы балаларға әкелу керек. Танысың. Ең болмаса түрлі жаттайды, артымыз жаттамағымыз. Көкелерін аталарды қанқылайық. Мына аталар шайтан емес, біз жасайтын. Шерді мында аталарымыз бар екен, қаладан мынай ағаларымыз бар екен деп жүруіміз керек. Сондықтан құрметті ағайындар, сөзді қорытындыға келем. Мына бүгінгі жиынымыз мағыналы, әнді жиын болсын. Әрқайсысы одан ой тастаңыздар. Ой тастау үшін келдік, ой біріктіру үшін келдік. Бір елдің баласы екенімізді білдіру үшін келдік. Ірі елдің баласы екенімізді көрсету үшін келдік ағайындар. Сондықтан бірлігіміз, ірілігіміз, ынтымағымыз мәңгілік болсын. Рахмет сіздерге. Құрметті ағайындар, кеше мектеп, Құмча Қаратайлардан мектепті іс-шараны айтты ғой, соны істер кезінде
қордан ақша жеңілдеріне қатысты. Намалдарында тұрған Мұхамеджан ініміз соған өзінің қалтасына 130 мың ақша бөліп соған қосты. Енді соған жүгірген осы Мұхамеджан. Бәрі істі адам тауып істеп, бәрі істеген осы Мұхамеджан. Соған енді қор жөнінде. Маңғыстаудан, Жаңаөзеннен ағайындар ақшалар бар. Өзбекстандан ағайындар түгел аудары бар ақшасын. Мен айт десең, атын қазір айтып беремін. Ал сосын Астанадан да түгел аударды ақшасын. Мен ояқта да санаулы адамды, бірақ түгел аударды. Ал мынау түгелден шыққан қыздар да аудары бар. Мынау мысалы Астанадан Жұман қызы Фатима аударды кеше. Мен естімеппін, мен аударам деп аударды. Сосын мінекей мынау Мұхамеджан бауырлар қыздарына да аударды мінекей кеше. Түгел аударды бауырларына, Астанадағы, Алматыдағы бауырларды түгел аударды. Ал осы сияқты бәрімізде атсалсайық ағайындар. Енді мен ай сайын отчет жіберіп отырамын. Қаяққа жұмсалды, қанша жиналды, мен адам санымен. Жаңағы шартқа тіркелмеген осы бауырларымыз осы Қазбекке келіп айтса, мүмкін тіркейді. Құрметті ағайындар, енді бәрі түсінікті болған шығар. Енді ойланыңыздар, алсақсайық осының барлығына. Енді бірақ нәрсе мен айтып кеттім деп тұр. Мынау жастар жағы Мұхамеджан Қаратаев кім екенін білмейді. Білмей өскендер бар. Ол кісі кім, неге біз олайында ол кісінің несіне ақша жұмсап, тірлігін істейміз деген мәселе туындап жатыр. Сонда да Мұхамеджан Қаратаев деген қазақтың басына түскен бір бағыт. Ол кісі академик, ол кісі сыншы, халық жазушысы, Сібірге 2 рет айдалып аман-есен келген көкемізбіз ол кісі. Бүкіл халық білет, ел білет, сол кісінің артында көптеген жазушылар, ақындар бәрі шықты, оның бәрін естіп жатсыздар. Сондықтан да ол кісіні құрметтеу, ардақтау біздің мақтаныш тұту, біздің парызымыз, міндетіміз. Өйткені ол кісінің еңбегі 1947 жылы бүкіл біздің ата-бабаларымызды Өзбекстан, Тәжікстан алдырған сол кісі. Бүкіл малымен, бала-шағасымен, үкіметтен рұқсат алып, өзі барып, осы ағайындардың бәрін ақтеген. Біз сол кісілерді қараған ұрпақпыз ағайындар. Сол кісінде ол кісінің алдында парызымыз бар, міндетіміз бар. Сол кісіні енді 110 жыл келе жатыр, соны жақсылап атқарып жүрсек, біздің шамал жеңілдеп қалатын шығармыз деп ойлаймын. Ол кісі енді қандай еңбек сіңірді, біз сол кісімен мақтанамыз. Қай жерде қандай жаңа Мұхамеджан айтып қой. Біз кімнің ұрпағысыз, Мұхамеджан Қаратаев сен соның ұрпағың деп айтсаңыздар, жұрттың бәрі мәз болатын шығар, риза болатын шығар. Сондықтан да ол кісінің атын киеліде, я бір жаңағы мектептің атын беріп жүреді, я бір ауылдың атын беріп жүргенде үкіметке ұсыныс кетті. Ұсыныс ол талқыланып жатыр. Облыс әкіміне ұсыныс жолданды. Құда қаласа ендігі жылы шешіліп жатса, я бір ауылдың атын, я бір мектептің атын беріп жатсақ, біздің атқарған ісіміздің барлығы нәтижесі осы деп есептейтін боламыз. Сол үшін қуанамыз, сол үшін мақтанамыз. Сондықтан да естеріңізде болсын. Анаған жұмсалып жатыр, мынаған жұмсалып жатыр, басқа біз ойланып бәрін істеп жатырмыз ағайындар. Ешкімге ешқандай не жатқан жоқ. Көмек сұраған ағама көмекте беріп жатырмыз. Жаңа айтылып кетті жаңа. Осында 200 мың бауырымызға аударып, осында қиын жағдайда таппаған кезде. Онда құтқарып жібердік. Сондықтан да осы мәселеге көңіл бөліп, ойланайық. Ақша жаңа Мұхамеджан айтып кетті ғой, қайды өздеріңізге келеді. Болашақ ұрпақтарым өсіп келеді. Дарынды балдар деп айтып жатыр жаңағы. Басқа да еліміз бар, өсіп жатқан, спортта айналысып жатқан балдарымыз бар. Қажет болған жағдайда мүмкіндігі болса, оларға да көмектесуге дайынбыз. Ол үшін ақшаға қор жиналу керек. Сондықтан да осыған атсалысыңыздар. Ал жақсы, ынтымақтастарымыз. Үлкен рахмет. Ендігі ортаға дәулет көкбауырым келсін бір минутке. Дәулет бауырлапыр. Қошемет көрсетіп. Тату елде той көп, берекелі елде мереке көп деген ағайын. Сондықтан мына төрімізге үлкендеріміз шығып тілегін білдірген кезде ағайындар сәл салт-дәстүрімізден аспай, әдеп-ғұрып тәртібімізді бұзбай,
Тыңдайық ағайын. Және деген таныстырғым келіп отыр. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенем деген даналық сөз бар. Ортада мінеке Тайшыбаев Дәулетбек Дәбекұлы бауырымыз түпкі ұрпағы ата-баласын келіп отыр мінеке. Bir қошемет көрсетіп қойыпты. Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, халықаралық талантты шоу фестивалінің мынау Құдай қаласа иегері жеке кәсіпкер бауырымыз ортаға келіп отыр. Қазіргі мынау бағдарламамызда арамызда өзіміздің ертеңгілік қасымызда болашақ жастарымызды өнерін марапаттай отырып, одан кейінгі Қызылорда қаласында үлкен ақсақалдарымыз, Асқартай әкелеріміз, зерттеп одан кейінгі кезек Шиелі аудандағы үлкендеріміз, Сунағанды Жанарған аудандағы үлкендеріміз, одан кейінгі орта буын жастарымыз тілегімізді айтып жалғастырып отыратын боламыз ағайын. Әрбір істі дұрыс көзқараспен, түсіністікпен қарап отырайық деген ниетім бар ағайын. Сондықтан мына ортада Дәулетбек бауыр өзің бір қалып қошемет көрсетіп отыр. Қош келдіңіздер. Бұл бізге үлкен сирек бізде мысалы қаншама туысқандарымыз бауырымызды танысып жатыр, көрісіп жатыр. Бізге осы маңызды осы танысу, білісу енді көріп жатырмын бауыр туысқандарымды. Әрқашанда осындай жақсы бірлік болсын, бірлік бар еді, бірлік бар. Өнерпаз түрмен қарайын, бір өнерпаз жұлдыз ағамыздан тірмей өттік. Сол сияқты бауырларында телевизорда көріп бізді тірмей болып арамызда көріп отырсыздар. Әсіл әрине. Мынау тағы бір сөз бар ғой. Бауырға, ағай, досты, керек десе басшы, құмнан айналып жасайды. Сол сияқты қазір мынау басшы құмнан бұл жерде өз өнерін көрсетіп тұрып. Өнерін көрсетсе бауырым. Интерактивті даскада бейне көрсетіліп отыр. Камера. Ekranı çakmayın ama. Қасында бар, арқасында бар. Оператор арқасында бар. Оң жағында бар. Қайқайып белің сынуға тұртаяды. Талауда малың, қамауда жаның аш көзіңді. Аш көзіңді оян. Қанға жоқ па әлі ұйқы. Ұйықтайтындай бар. Не зиқын? Найман народының белгісін көрсетіп отыр. Демес біз жаяумыз, жаяудан да баяу. Қабанбай Батыр, бабамыздың бейнесі. Жүргенде оң бұл жақта таяу.
Құрметте көпті көрген, көз көрген. Солардың болсын айтқаны көптің бастап өтпеген деп айтылды ағайын. Ендеше Қызылорда қаласындағы Асқатау ағаларымызға сөз кезегін бергім келіп отыр. Камал ағамыз, Зейнебек ағамыз, Жалғас ағамыз, Талғат ағамыз, Сағындық ағамыз, сонымен бірге Али ағамыз, Мақсұт ағамыз, Шері Бүркенов, Тұмарбай ағамыз, Бекежан Төлеген ағаларымызды сахна төріне шақырып келіп отыр. Қанекей Қызылорда қаласындағы ағаларымыз. Құрметті балдарым, адамдар құтты болсын, қазақстаның оң болсын. Осы істеп жатқан кәсіптерім әр уақытта алда болсын. Осы халықтың басын алып, үлкен еркін бәтесін алып жатқандарым құтты болсын. Мына біздің осындай балдарымыздың барлығын